Қайырлы күн, миллениерші оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен сәттілік техникасы жайлы бөлісетін боламын. Алдыңызда неше түрлі сәтсіздіктер немесе қолайсыз жайттар шығатын болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге сәттілік алып келу үшін жасалатын техниканы ұсынамын. Сәттілік серігіңіз болу үшін не істеу керек? Сөз бұл миды сендіретін керемет гипноз. Себебі миымыз әртүрлі техникаларды, түрлі ойындарды, қайталауларды жақсы көреміз. Ал қалаған затымызға қол жеткізуіміз үшін миды сендіріп, не сену үшін қулық жасауымыз керек. Ол үшін мына шарттарды орындау керек. 3 күн бойы сізді қандай сәттілік күтіп тұрған іздеу. Мелочь болу мүмкін, бастысы көре біліңіз. Әр ісіңізде, жұмысыңызда, істеп жатқан бір тірлігіңізде, жұмысыңызда болсын, қандай болсын, бір сәттілікті байқай біліңіз. Мүмкін автобусты дәл үлгермедіңіз бе, керек информацияны таптыңыз ба, қалған билетке қол жеткіздіңіз бе, бір уақытылы үлгердіңіз бе, тағы басқа сол сияқты кез келген сәл ғана қуантарлық жағдайларды сәттілік деп қабылдаңыздар. Осыдан кейін 72 сағат бойы басыңыздан өткен кез келген жағдайға қандай сәттілік, менің жолым болғыш деп, екі алақаныңызды ысқылап, сәттілік деген осы деп ойында ойнаңыз. Қуанып, кәдімгідей сізде бір энергия болсын, сол кезде ғана сізге сәттілік уже келе бастайды. Ал жалғастырайық. Мысалға, автобусқа үлгермей қалдыңыз ба? Менің жолым болды. Керемет сәттілік. Жолда бензин таусылып қалды ма? Қандай сәттілік? Біреу ренжітті ма? Сәттілік деген осы десеңіз, яғни барлық жағдайды сәттілік деп қабылдаңыз. Мүмкін ол жаман жағдай болуы мүмкін, жақсы жағдай болуы мүмкін. Тек қана жақсы тараптарын көруге тырысыңыздар. Күніне жоқ дегенде 10-15 рет жолым болды, сәттілік деп айту арқылы миымыз осыған сене бастайды. Ми сенгеннен кейін 3 күннен соң сәттіліктер артыңыздан қалмай, яғни серігіңіз болатын халге жетесіз. Бастысы миды дұрыс программалау, яғни установкалар деп айтамыз, көбісі блогерлар, психологтар, коучтар миды установкаға жасау керек, установка үйрету керек деп. Сол үшін де миымызға уже программаны орнату керек. Ал енді, құрметті оқырмандар, сіздерге тілерім жолдарыңыз болып, сәттілік әрдайым серіктеріңіз болсын.